Білесің бе досым, сенің қолыңнан барлығы келеді. Сен өз армандарың мен мақсаттарыңа қол жеткізе аласың. Алайда сені ұстап тұрған санаңдағы менің қолымнан келмейді деген жалған ой. Ал оның барлығы қаяқтан пайда болды? Оның барлығы бізді қоршаған ортадағы адамдардан, біздің отбасымызда. Сенің қолыңнан келмейді, бұл тым қиын, тәуекелге барып қайтесің, қарапайым жұмыс істеп жүре бер деген сөздерінен қалыптасты. Бірақ менде жақсы мысал бар. Ауылда біз жылқы ұстайтынбыз. Сол жылқылар алыстап кетпеу үшін олардың аяқтарын тұсаулап тастайтын едік. Аяғы тұсауланған жылқылар алдыңғы екі аяқтарымен секіп жүретін еді. Арадан бірнеше жыл өте тұсаулар тоза олардың аяқтарын босататынбыз. Бірақ жылқылар сонда да екі алдыңғы аяқтарымен секіп жүреді. Неге білесіз бе? Олардың санасында менің аяғым тұсаулы деген ой қалыптасып қалған. Дәл сол сияқты сенің де санаңда менің аяғым тұсаулы, менің қолымнан келмейді деген ойлар қалыптасып қалған. Бірақ менің саған айтарым, жай ғана тырысып көр. Тырысып көрсең сенің қолыңнан барлығы. Сенің аяғың тұсаулы емес.